Химиялық реакциялар көбінесе жылу эффектілермен, яғни энергияның жылу күйінде жұтылып, әлде бөлінуімен сипатталады. Кей жағдайларда реакцияның химиялық энергиясы жылудан өзге түрде де бөліне алады. Мәселен, жарылғыш заттарда сақталатын химиялық энергия жұмысқа түрлендіріле алады. Оның мысалы ретінде тау жынысын жаруды келтіруге болады. Батареяларда болатын заттарда сақталатын химиялық энергия батареяның жұмыс істеу кезінде электр энергиясына түрленеді. Жанармайдың жану реакцияларында энергия реагенттерден қоршаған ортаға, пештің қабырғаларына, қыздырылған қазан немесе табаға, ауаға және тағы басқа жылу түрінде түрленеді. Автокөліктің қозғалтқышында жүретін жану реакциясы кезінде бөлінетін энергияның бір бөлігі поршендерді қозғалтатын механикалық жұмысқа, ал бір бөлігі қозғалтқыштың температурасын арттыратын жылуға түрленеді. А және Б реагенттерінің С өніміне айналуына қажетті шарт биіктігі реагенттердің бастапқы энергиясына тәуелді және Е-А бөлігі ретінде көрсетілген белсендіру энергиясының өлшемі энергетикалық кедергіден асу болып табылады. Экзотермиялық реакция басталғаннан кейін әдетте жылу түрінде энергияның үлкен мөлшері бөлінеді. Бөлінген жылу молекулалардың басқа бөлігін белсенді күйге ендіреді. Демек, олар өз кезегінде кемінде реагенттердің энергиясы қосылған белсендіру энергиясына тең энергияға қол жеткізеді. Енді реакция қоспа бойымен сыртқы жылудың қажетінсіз-ақ тез таралады. Өнімдер энергиясы реагенттердің энергиясына қарағанда төменірек, яғни реакцияның энтальпия өзгерісінің теріс мәнге ие екендігіне назар аударыңыздар. Эндотермиялық реакция кезінде реакция барысында бөлінетін энергия мөлшері кедергіден асуға жеткіліксіз. Сол себепті эндотермиялық реакция энергия қоршаған ортадан жүйеге тұрақты түрде беріліп отыратын кезде ғана жүзеге асады. Табиғатта болатын барлық процестер энергияның сақталу заңына бағынады. Химиялық реакциялардың барысында да энергия өзгерістері болып жатады. Көптеген жағдайларда ол өзгерістерді байқау қиын және тек дәл өлшеулердің көмегімен анықталады. Көптеген химиялық процестер ашық жүйеде белгілі бір тұрақты қысымда, әдетте атмосфералық қысымда жүріп жатады. Осындай жағдайдағы жүйе мен қоршаған ортаның арасындағы жылудың алмасуы энтальпия өзгерісі деп аталады және дельта H деп белгіленеді. Реагенттер химиялық реакция барысында өнімдерге айналған кезде әрекеттесуші заттардың ішкі энергиясы артады, немесе кемейді. Өнімдердің ішкі энергиясы мен реагенттердің ішкі энергиясының арасындағы айырмашылық қалай өзгереді? Ол қоршаған ортаға бөлінеді, немесе қоршаған ортадан алынады. Мысалы, кальций оксиді мен судың арасындағы реакция кезінде сынауық қызады. Реакция кезінде қоршаған ортаға жылу түрінде берілетін энергия бөлінеді. Алайда сынап екі оксидінің ыдырауы үшін сынауық тұрақты түрде қыздырылып отырылуы тиіс. Себебі олай болмаған жағдайда реакция тоқтайды. Бұл жағдайда энергия жүйеге қоршаған ортадан берілуі тиіс.